Статистикаға сүйенетін болсақ, әлемде 1 миллиардтан астам адам несие алғанын көп адамдар біле білмейді. Ал олардың жалпы қарызы 5 триллион долларға жеткен. Бұл дүние жүзіндегі адамдардың кедейленіп бара жатқанын көрсеткіші. Және олар жиі өмірден шектеліп қала беретін болады. Біреулері бұған өздері кінәлі деп ойлауы мүмкін. Бірақ шын мәнінде қарызды құдық әрқашан белгілі бір жағдайлардың өтуімен ғана пайда болады. Бұл бейне оны шешуге көмектеседі. Егер сіз де несиеге батқан болсаңыз, немесе кездейсоқ қарызға батып қалсаңыз, дәл қазір берілген ақпарат сіздің барлық қаржылық мәселелеріңізді шешуге кепілдік береді. Сәлем, бұл миллионер жазбасы арнасы. Тек осы арнаға жазылу арқылы сіз бай бола аласыз. Біз ақша проблемаларын өзіңе тартамыз деп сенеміз. Бұл іс жүзінде аз рөл атқармаса да, бізді қоршаған факторлар әсер етеді. Сонымен әлемдегі ең үнемді миллиардерлердің бірі Уоррен Баффет таңғы ток-шоулардың бірінде адамдар шығын дәуірінде өмір сүру керек екенін мойындады. Тұтыну адамның әлсіздігі. Оны бүгінде кәсіпкерлер өте шебер пайдаланады. Олар бір өнімді, бірақ жоғары бағаға сату үшін жылдар бойы қаптаманы өзгертуге дайын. Ал сіз оны міндетті түрде төлейсіз. Сізге жарнаманы қайта-қайта жіберіп отырады. Қазір әлем ережелері осылай құрылған. Мен мойындауға дайынмын. Кейде мен өзім басшы бола тұра орындауға және осындай ойын ережелерін қабылдауға мәжбүрмін. Әрине, Баффет сияқты адамдарға бүгінгі шындықтың қасіретін түсіну қиын. Өйткені ұтылған миллиардерлер емес, қарапайым адамдар. Ал Уоррен Баффет дағдарысқа қарсы әрекеттермен бөлісті. Бұл қарыздар мәселесін шешуге көмектесетіні сөзсіз. Әсіресе ақшаң жоқ кезде қарыздың ерекше психологиясы заттарды дұрыс қабылдау. Баффеттің айтуынша, көбінесе қарыздар мен проблемаларды болдырмауға көмектеседі. Миллиардерлердің сөзін растайды. Несие алу ұят емес. Мұндай несиелерді пайдалануға ұят ештеңе жоқ. Өйткені бұл ақшаны дұрыс басқарып отырып, адамдар несиені дұрыс қабылдамайды. Шын мәнінде бұл қызмет. Оған сәйкес сіз кез келген басқа өнім сияқты ақша сатып аласыз. Бұл қызметті пайдаланғаннан кейін ғана төлеу керек. Басқа өнімдермен салыстырғанда бұл несие берудің ең үлкен айырмашылығы және ең үлкен психологиялық қиындығы. Осы қабылдау арқылы сіз несиелік ақшаны пайдалануда неғұрлым мұқият көзқарасты дамытасыз және оның артықшылықтарын түсіну. Қарыздар қайдан пайда болады? Негізінен адамдар қаржылық менеджмент идеяларына сәйкес келмеу салдарынан қарызға батады. Яғни шығындар табыстан аспаған кезде және сонымен бірге барлық қажеттіліктер мен тілектер қанағаттандырылады. Уоррен Баффет қанша жұмсағаныңыз емес, қалай тапқаныңызды ойлауға кеңес береді. Егер сізде үнемі ақша жеткілікті болса, қарыздар сіздің өміріңізден кетеді. Бұл жағдайда өзіңіздің көп миллион долларлық капиталыңызды қалыптастыру туралы ойлануға тұрарлық. Өміріңізді бір жола өзгерту мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. Ақша жоқ кезде қарыздардан қалай құтылуға болады деген сұраққа жақындай отырып, мәселелерді тиімді шешу керек. Мәселелерді тиімді шешу жолы. Ең алдымен мәселені шешу үшін барлық құқықтық құралдарды қарастырған жөн. Баффеттің айтуынша, олар сізден моральдық қысымды жояды және әрекетке тамаша мотивация береді. Сізде назар аудару керек бірінші нәрсе. Ұзақ қайта құрылымдау. Оның мәні несие мерзімінің ұлғаюы болып табылады. Соның салдарынан ай сайынғы төлем азаяды. Бұл әдіс идеалды болып көрінеді, бірақ оның кемшілігі бар. Нәтижесінде сіз көбірек төлейсіз. Өйткені пайыздар да артады. Бұл кірісі несие төлемдері арқылы сіздің қамқорлығыңыздағы адамдар үшін қалыпты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ете алмайтын деңгейге дейін төмендету үшін жақсы. Қарызды қайта құрылымдау туралы өтінішпен қаржы институтына жүгінген кезде сіздің қиын жағдайыңызды растайтын құжаттарда болу қажет. Сондай-ақ несиені қайта қаржыландыруды ұмытпаңыз. Бұл жағдайда сіз ескісін өтеу үшін жаңа несие аласыз. Ол сізде бірнеше несие болған кезде тиімді. Пайыздық мөлшерлеме алдыңғы жағдайларға қарағанда тиімдірек екеніне көз жеткізіңіз. Қайта қаржыландыру үшін несиеңіз бар банкке де үшінші тарапқа да өтініш бере аласыз. Келісім шарттарда белгіленген соманы төлеуге мүмкіндігіңіз жоқ екенін растайтын құжаттар
өзіңізбен бірге болу керек. Көбінесе адамдар несие демалысын алу мүмкіндігін ұмытады. Дегенмен, бұл ақша мәселелерін шешудің ең тиімді қаржы құралдарының бірі болып табылады. Әдістің мәні белгілі бір кезеңге төлемдерді тоқтатудың бір түріне жатады. Және де әдетте 3 айдан 1 жылға дейін сіз ештеңе төлей алмайсыз. Ай сайынғы төлемдердің мөлшерін азайта аласыз, немесе тек пайыздарды қалдыра аласыз. Оның бәрі нәтижеге, менеджермен келіссөзге және қабылдаған шешімге байланысты. Әдетте қарызы түпкілікті өтеу күні кейінге қалдырмайды. Бірақ сіз бұл туралы сұрай аласыз. Егер сіз жақсы беделге ие клиент болсаңыз, банк жеңілдіктер жасай алады және келісімшарттың талаптарын өзгерте алады. Қарызды қалай жоюға болады? Компаниялар өздерінің қаржылық мәселелерін бюджетті қарастыру және кірісті арттыру жоспарларын құру арқылы шешеді. Неге адамдар мұны жасамайды? Уоррен Баффет айтады, қарызбен күресуде жауды жеке білу өте маңызды. Сондықтан барлық тіпті ең кішкентай ақша ауыртпалықтарының тізімін жасаңыз. Содан кейін сіз өзіңіздің бюджеттік максимумыңызды, яғни қарыздарды өтеуге жұмсай алатын ай сайынғы максималды соманы анықтауыңыз керек. Және осы сандарға сүйене отырып, сіз шығындарды да, кірістерді де қайта қарауыңыз керек. Сонда ғана қарызды өтеуді жоспарлап, барлық төлемдерді автоматтандыруға болады. Әрине, бұл қадамдарда ерекше құпия жоқ. Бірақ мұндай рәсім сізді шынымен қарыздан құтқара алады. Мәселе мынада. Адамдар әрқашан айқын нәрсеге жабысуға дайын емес. Өйткені мұндай әдістер сізді жайлылық аймағынан кетуге мәжбүр етеді. Дегенмен, егер сіз бұл туралы ойласаңыз, сіздің болашақ гүлдену мүмкіндігіңізді шешетін несиелік келісімге қол қою. Сондықтан ең алдымен өзіңізді әрекетке ынталандыруды бастаңыз. Әрбір төлем немесе жабық несие үшін бонустар мен сыйақылар ойлап табыңыз. Бұл өмірдің осындай қиын кезеңінен аман өтуге ақыл ойға көмектеседі. Ең бастысы, ақыр соңында сіз қарыздарыңыздың қаншалықты тез жойылатынын байқамайсыз. Тәжірибе ақшадан қымбат. Кез келген дағдарыста ең бастысы өзіңіз шешім қабылдап, қорытынды шығарыңыз. Ондай жағдайлар болашақта сізге тиімді болады. Қарыздың тесігінде жүргенде әрқашан қолыңызда 2 бюджет, несие және таза болу керек дейді. Сіз өзіңізді кез келген ләззаттан бас тартуға үйренбегенсіз. Бірақ бұл шара уақытша екенін есте ұстаған жөн. Қаржылық міндеттемелерсіз өмір сүру сізге оңайырақ болады. Сонымен қатар, қарызды өтеу ақшаны басқаруды үйренуге көмектеседі. Несиелік құралдарды тұтас бір ғылымды пайдалана ғана. Бірақ мұны кез келген адам үйрене алады. Ол үшін Роберт Кийосакидің «Несиеден бас тартпай, қалай бай болуға болады» кітабын оқуға кеңес беремін. Сіздің қарызыңыз болашақ миллионерлердің байлығына қалай жол ашатынын білесіз бе? Несие жақсы қаржылық құрал деп ойлайсыз ба? Әлде ол әлі де ақша тұзағы ма? Жауабыңызды видеоның астына пікір қалдырыңыз. Сізбен бірге миллионер жазбасы. Сіз де бай қуатты бола аласыз.